Тұрсын Алагөзов пен Баян Алагөзова продюсердің кинодағы келесі рөлі туралы айтты. Баян Мақсатқызы кезекті рет кино туындыға түсіп жатқанға ұқсайды. Бұл туралы продюсердің өзі айтты. Ол картинада тұрмыстағы әйелдің рөлін сомдайды, ал жолдасы актер Жанбай Жанбаев болмақ. Баян Мақсатқызы күйеуі Тұрсын Алагөзовтен өзінің киноға түсуіне деген көзқарасын, өзге азаматтың жары болып роль сомдайтыны туралы көзқарасын білмек болды. Галит Урмыч, я извиняюсь, можно вас отвлечься? Да. Во-первых, спасибо за приглашение ежедневное в ресторан на ужин. Так, что у нас сегодня? Хумус. Хумус. Да. А у меня, смотрите, какой классный салатик, мой любимый. Это козий сыр. Козий сыр, теплые баклажаны. Ну ладно, дело не в этом. Вот, хотела спросить, как ты относишься к тому, что я буду сниматься в кино в главной роли, и рядом со мной другой мужчина, мой киномуж. Сказать честно или слукавить? Ну, поймай серединку. Поймать серединку, да? Правда посерединке, да? Да. Правда посерединке. Ну, мне кажется, твой муж по ленте не в твоем вкусе. Он холесенький. Ну, не в твоем вкусе. Это же Жанбай Жанбаев. В моем вкусе только ты. Это все. Вот, поэтому я спокоен. Спокоен, да? Продюсер түсірген видео диалогы осылай өрбіді. Желі қолданушыларының бірін Тұрсын Алагөзов та қызғаныш сезімі барын айтса, бірі ақылды азамат деп бағалады. Қызғанышын білдірмейді. Кез келген еркек қызғанбай ма? Кинодан роль сомдауда тұрған не бар? Ол үшін несіне қызғанады? Шынында Жанбай Жанбаев қайда? Баян Алагөзова қайда? Екі түрлі адамдар, деді олар.